Баршаңызға сәлем. Бүгін біз манты жусаймен дайындайтын боламыз. Мен алдын ала ұнымды салып алдым. Оған 2 тал жұмыртқа қостым. Және ас қасықпен сұйық майымызды қосамыз. Толтырмай 2 рет қостым. Одан кейін мен алдын ала салқын суды дайындап алдым. Оған шай қасықпен 3 рет тұз салып, жақсылап араластырып алдым, тұзын ерігенше. Сөйтіп илейміз. Ұнап лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды илейміз жақсылап, шетіне суды құйып отырып. Қамырымыз өте қатты болмау керек, өте жұмсақ емес, орташа жұмсақтау болып келген. Қамырымыз дайын. Оны пакетке салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін мен 2-ге бөліп күлшелеп алып, қайтадан пакетке салдым. Енді қоспамызды дайындаймыз. Жусайды мен алдын ала жуып дайындап алдым. Енді оны тураймыз. Мен бас жақтарын кесіп алып тастадым. Өте үлкен қылып турамаймыз. Кішірек етіп турап шығамыз. Осылай турап аламыз жусайды. Одан кейін алдын ала мен пиязды 6 тал пияз, орташа келген 6 тал пиязды ашып дайындап қойғам. Сол пиязымызды да 4 пішті майдалап, 4 пішті етіп турап шығамыз. Пиязымызды турап шыққаннан кейін жусайдың үстіне саламыз. Одан кейін мен алдын ала етті турағам, қолдан 4 піштіліп майдалап, және кішкене құйрық май қостым. Мантының майлы болғаны жақсы, дәмді шығады әрі. Үстіне қара бұрыш, тұз қостым. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Қоспамызды жақсы араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін, енді өздеріңіз тұздың дәмін өздеріңіз сала отырып көрерсіздер. Жақсылап араластырып болғаннан кейін шетке қойып қойдым. Біркелкі араласу керек бәрі. Бірдей болып шығу керек. Енді шетке қоямыз. Енді қамырды алып жаямыз. Негізі қамырды сіздер кішірек етіп 4-ке бөлсеңіздер болады. Мен 2-ге бөлдім. Менде үлкен қамыр болып жайылып шығады. Сөйтіп біз қамырымызды қатты тонкий қылмаймыз. Орташалау келтірген. Қоспамызды саламыз 4 піштілеп турап. Көбірек сала беріңіздер, өйткені жусай отырады. Осылай түйеміз мантына. Мантымызды жақсылап түйіп болғаннан кейін мантаваркамызға салып 45 минутта пісіреміз. Міне 45 минутта дайын болды. Өте дәмді шықты. Ас болсын.